Жалпы бұған қатысты мен оқу ағарту министрлігінің пікірін білгім келеді. Бұл біздің педагог мәртебесі туралы заңға қайшы емес пе? Аттестация педагог мәртебесі туралы қабылданған заңға қайшы әрекеттерді жүргізбеуге байланысты қандай да бір нақты шаралар қабылдасаңыздар. Бұл енді ұсыныс ретінде. Негізі енді мен сіздерге бір сұрақ қойғым кеп тұр. Алматы қаласында номері 10-шы мектеп-интернат бар. Әлеуметтік аз қамсыздандырылған балаларға арналған интернат деп тұр. Шынды айтсам, жүрегімді қатты ауыртады. 2013 жылы сол кездегі білім және ғылым министрінің 50-ші бұйрығымен білім беру ұйымдарының номенклатурасын бекіту туралы бұйрықтың аясында осындай бір келеңсіздік кеткен. Біз білімдегі кедейшілікті және баланың отбасылық жағдайын дәл солай бөлмеуіміз қажет деген ойдамын. Менің ойымша Ғани Бектайұлы бұл